Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге өз педагогикалық идеямды дәстүрден тыс сурет салу технологиясын таныстырғым келеді. Бұл технологияны таңдаудағы мақсатым балалардың шығармашылық әлеуетін ашу, оларды еркін ойлауға, сезінуіне және қимылды белсенді қолдануға жағдай жасау. Қазіргі білім беру жүйесінде баланы жан-жақты дамытуды, оның және қабілеттерін ашуды талап етеді. Дәстүрден тыс сурет салу әдістері осы мақсатқа толық сәйкес келеді. Өйткені бұл технологияда бала белгілі бір үлгіге байланып қалмайды. Керісінше, әртүрлі материалдармен жұмыс жасайды. Мысалы, саусақпен сурет салады, алақанмен сурет салады, жіптермен сурет салады. Сонымен қатар тіс щеткасыменен түтікшелерді пайдаланып, үрлеу әдістерін қолданып, әртүрлі суреттерді салуға қызығушылығы артады. Бұл технологияның тиімділігін мен өз тәжірибемде айқын байқадым. Себебі мына көріп тұрған суреттердің барлығын мен алдымда отырған бүлдіршіндер осы әдіспенен салған болатын. Олар кез келген бейнені көз алдында өзгерте алады. Осы технологияны пайдаланып сурет салғанда. Екіншіден, балалардың қол ұсақ моторикасы дамиды. Үшіншіден, балалар эмоцияға беріледі. Олар топпен жұмыс жасағанда бір-бірімен қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады. Сурет салу барысында балаларда тыныштық пайда болады өздерінде. Сонымен қатар балалар қызығушылықтарын арттыра түседі. Дәстүрден тыс сурет салу әдісін бұл тек қана өнер беру саласында ғана емес, сонымен қатар басқа да сурет салу білім беру салаларында қолдануға болады. Сурет салу саласында, мысалы, сөйлеуді дамыту, математикалық түстерді пайдалану, сонымен қатар жаратылыстану элементтерін енгізеді. Яғни бұл технология баланы жан-жақты дамуына толық мүмкіндік береді. Менің мақсатым әр баланы шығармашылық қабілетін ашу, олардың ішкі мүмкіндіктеріне қолдау жасау қабілетін ашу, өзін еркін көрсетуіне жағдай жасау. Осы технологияны қолдана отырып, балалар жасқанбай, шабыттанып, өз ойларын көркем түрде білдіре алады. Бұл мен үшін ең үлкен жетістік болады. Қорыта келгенде, дәстүрден тыс сурет салу технологиясы заманауи талаптарға жауап беретін, тиімді, баланың тұлғалық дамуына ықпал ететін педагогикалық идея. Алдағы уақытта осы әдістерді жетілдіріп, педагогикалық тәжірибеде кеңінен қолдануды жоспарлап отырмын. Назарларыңызға рахмет.